Сәлем, сөздің анасы демекші, қайырлы күн құрметті телекөрермен, сіздермен бірге Тобыл тынысы бағдарламасы және оның жүргізушілерімен Айдана Манатқызы және де менің әріптесім Маргарита Иванова. Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые наши телезрители! В эфире телеканала Кустанай начинается программа «Тобыл тынысы». Құрметті телекөрермен, Тобыл тынысы бағдарламасы өзінің тікелей эфирлік жұмыстарымен қаратай жалғастыруда. Және де біздің студия төрімізге бірінші лектің қонағыда келіп жайғасты. Жалпы аптаның басы жақсы жаңалықтарға толы болды. Оның бірі осы эфир барысында айтып өткендей дүниежүзілік өнер күні. Енді бұл мерекені біраз мекемелер атап та өтті. Оның ішінде біздің Ыбырай Алтынсарин атындағы облыстық балалар және жасөспірімдер кітапханасы да бұл мерекені жай қалдырмады. Және де бүгін біздің студиямызда осы шараны ұйымдастырушысы Шынар Шалғынбаева келіп отыр. Дәл осы мерекені және де кітапхананың қал жағдайы қалай, қандай жаңалықтар бар екенін бүгін сізбен тарқатып бір сұхбаттасамыз деген ойдамыз. Қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Керемет. Жалпы енді айтып жатырмыз, осы аптаның басы жақсы жаңалықтармен басталды, өнер күні деп. Жалпы осы бір шараға тоқталып өтсек, жалпы қалай өтті, негізгі мақсаты қандай? Өте керемет өтті. Бізде дүниежүзілік өнер күні және де осы мереке аясында бізде өнер әдебиеттер бөлімінде жыл сайын біз осы күнді атап өтеміз міндетті түрде. Өйткені өнер әдебиеттер бөлімі бар бізде. Бұл жерде біз кәмелетке толмаған бейімдеу орталығын балаларын шақырған болатынбыз. Сол кісілер қатысты, балалар келіп өте қызықты өтті деп ойлаймын. Өйткені біз балаларға басында осы өнер деген не деген сұраққа жауап іздедік балалардан. Өйткені өнер ұғымы өте бұған кино саласы да жатады, театрда жатады дегендей, музыка, кескіндеме, ұлттық аспаптар, түрлі түсті аспаптар, бұның бәрі де өнерге жатады ғой. Және де осы бүкіл сұлулықтың эстетика дейміз ғой, бұның бәрі, әдеміліктің бәрі бұл өнер. Балалар көп нәрсені біледі екен. Біздің сұрақтарымызға жауап беріп өте белсенді қатысты шараға. Және де бұл интерактивті бағдарлама болғасын, балалар өзінің суретші ретінде де көрді, мысалы. Және де біз қазір тек қарындашпен немесе түрлі түсті бояулармен ғана салмайды ғой. Дәстүрлі емес техникаларды пайдаланамыз. Және де кітапханада бір жақсы жері бізде өзінің маманы суретші әріптесіміз жұмыс жасайды. Сол кісі сурет сабағын өткізеді біздің кішкентай оқырмандарымызға. Және де жаңа кино саласы туралы айтып кеткесін, біз балаларға арнап белгілі кинолардан, үзінділерден, кейіпкерлердің, мысалы үш батырдың сол жерге бір бұрыш дайындап, костюмдар дейді ғой, сол жерден қылыш, найза деген сияқты сондай бір элементтарды дайындап қойдық балаларға. Сол балалар киіп, әлгі киімдерді өзін бір батыр сезініп деген сияқты ғой, енді киіп көріп, фотоға түсті, сондай өте қызықты аквагрим деп айтып жатамыз, балалардың денелеріне түрлі түсті, неше түрлі суреттер салу деген сияқты. Суретші әріптесіміз балалардың беттеріне аквагрим жасады. Бәрі жақсы өтті деген ойдамыз. Қандай керемет, яғни өзіңіз де айтып қалдыңыз, керемет өтті деп. Енді сол бір сөзге дәлелі болсын, бізде арнайы бейнематериал бар. Сол бейнематериалға қарап көріп алсақ, қалай өткеніне, құрметті телекөрермен назарларыңыз экранда болсын.
қандай керемет, оқушылардың белсенділігіне қарап жақсы бір іс-шара өткенін байқадық, Жалпы енді бұл іс-шара сіздердің мекемелеріңізде қаншалықты жиі тойланады? Әлде жыл сайын тойлап тұрасыздар ма, дәстүрге айналған ба? Әрине дәстүрге айналған. Жаңа айтып өткенде бізде өнер әдебиеттер бөлімінде өнерге байланысты көптеген мамандықтар бойынша кітаптар келіп түседі өнерге байланысты. Сондықтан да біз жыл сайын кішкене өзгертіп тұрамыз. Биыл мысалы көбірек сурет салу деген сияқты әртүрлі техника, эбру техникасымен биыл байланысты болды. Сурет салудың ол үшін осы эбру техникасын байланысты қолдану үшін күнделікті өзіміз ішіп жейтін сүт бар ғой кәдімгі, сол сүтті қолданды әлгі сурет салу үшін. Сондай бір жаңа техникаларды әрқашан шыңданып отырамыз да. Ізденістеміз. Жалпы ол сүтпен сурет салған қалай болады екен? Сүтпен сурет салған ол мысалы әлгі сүтке бояуды тамызған кезінде сүт енді кішкене қоюлау ғой, суға қараған кезінде, су кезде әлгі өзі тарап бір фигура пайда болады екен. Сондай бір. Яғни белгілі бір таңда сол пайда болған фигура, мүсін сурет болып табылады. Және де тірі тасбақаны алып келді. Оқырмандарымыз жаңа тасбақаны қойып, сол тасбақаны балалар өздері қалай енді көріп тұр, солай сурет салды. Әлгі тасбақаның суретін салды балалар. Бәрінде де шықты деп ойлаймын, суреттер жақсы. Қандай керемет, Жалпы енді осы жылы сіздерде суретпен, жалпы бейнелеу өнерімен байланыстырған екенсіздер. Жалпы енді былтыр өткен жылы қалай тойладыңыздар бұл мерекені? Өткен жылы енді суретті де мүмкін байланыстырған болатынбыз, бірақ енді өнер болғасын, мысалы бимен де байланыстырамыз, немесе кино түсіру деген сияқты әр саланы қолданамыз. Енді алдағы уақытта жалпы қандай жоспарлар бар осы бір күнге байланысты? Өзіңіз айтып қалғанда өнердің ішіне енді ән де, би де барлығы кіреді, театрда, кино. Осы бізде алдымызда, осы сәуірдің соңғы күндерінде дүниежүзілік би күні келе жатыр. Оған да бізде өнер әдебиеттер бөлімі жақсы дайындалуда, бірақ енді толық қазір айта алмаймын. Жасырын болып қалсын. Бірақ мына жерде біз жоғарғы оқу мамандарының биге үйрететін, оқытатын колледждар бар ғой бізде, сол кісілердің көмегімен бір үлкен шара болады деген ойдамын. Қандай керемет, сіздерге тек сәттілік тілейміз. Жалпы енді өнер күніне байланысты мәлімет алдық. Жалпы осы бір кітапханаға толығырақ тоқталсақ, жалпы қандай жаңалықтарыңыз бар, жұмыс барысы қалай, қандай өзгешелік, ерекшеліктер бар? Бізде жұмыс барысы деген өте керемет жоспарларымыз бар. Осы 22 сәуір күні Мияс қаласы, Ресей мемлекетінде Мияс қаласы бар екен. Сол мемлекетпен, сол қаламен кешіңіздер, біз кездесетін боламыз. Сіздер біздің қаланы білесіздер ме деген интерактивті бағдарлама болады. Бізде о кісілер біздің Қостанай қаласы туралы, Қазақстан мемлекет туралы ізденісте болады, сұрақтарын қояды, ал біз осы біздің оқушылар ғой енді қатысатын. Оқушыларымыз сол Мияс қаласы туралы тарихын зерттеп, салт дәстүр деген сияқты аспаптарын, сондай ұлттық тағамдарын зерттеп, сұрақтарын дайындайтын болады. Бір-біріне сұрақ қояды, сондай интерактивті бағдарлама болады. Енді шекарада кездесу деген сияқты ғой, басқа мемлекетпен. Бізде ондай іс-шаралар жиі болып тұрады өзі, жылдан жылға. Жалпы енді осы бір кітапханаға балалар қаншалықты жиі келеді? Енді сіздерге көбінесе енді аты айтып тұрғандай балалар және жасөспірімдер кітапханасы, қаншалықты жиі келеді? Қандай кітаптарды оқиды? Қандай кітаптарды осы бір кішкентай балаларға оқуға өзіңіздің бір ұсынысыңызды беретін едіңіз? Қандай кітаптарды оқиды дейсіз ба? Балалар жиі келеді. Міне жаз мезгілі келе жатыр ғой. Тізім бойынша, мектепте тізім бойынша балаларға каникулда оқуға береді ғой. Сол кезінде де жиі келеді. Былай күнде де өзіміздің оқырмандарымыз бар. Балалар қазір енді кітап оқуға бет бұрып келе жатыр деп айтқым келеді. Бұл біз үшін өте үлкен енді қуанышты.
Өйткені біз бүкіл іс-шарамыз бәрі не өткізсек те әрқашанда кітаппен өткіземіз. Өйткені біздің ең басты мақсатымыз бұл кітапты насихаттау болады бұл жерде. Осы тұста есіме түсіп отыр, сіздерде өткен аптада ма балалар апталығы өтті, иә? Сол бір апталықта көптеген жалпы балаларға өзіндік бір пайдасын беретін көптеген кездесулер, мәліметтер, деректер айтылды. Соған тоқталсақ. Балалар апталығы бізде жыл сайын өтетін мереке ғой. Бұл біз үшін үлкен мереке. Енді кітап сүйер қауым үшін де балалар кітап апталығында біз биыл бұл апталықты балалар жазушыларымен кездесетін болдық. Және де бұл сәтті өтті деп ойлағым келеді. Өйткені біз Германияда тұратын, бірақ бұрын Қостанай қаласының тумасы жерлесіміз Надежда Рунда деген кісімен кездестік, онлайн 14-ші мектептің оқушылары өте қуанып, ол кісі өйткені енді өзінің туған жеріне хабарласқан үшін бізге өзінің кітаптарын сыйға беремін деп өзінің бір сондай қошеметін көрсетіп жатыр да ол кісі. Және де біздің жергілікті Ақылбек Шаяхмет ағамызбен кездестік. Кездесу ұйымдастырып, ол кісінің өлеңдерін балалар жатқа айтып ән жерде, домбырамен күй тартылып дегендей өте керемет кездесулер өтті. Суслова Наталья Ильинична деген кісімен де кездестік біз. Ол кісі балаларға өте жақсы жазады, орыс тілінде. Көптеген байқаулардың лауреаты деп айтқым келеді ол кісіні. Сондай бір әдемі кездесулер өтті. Яғни жазушы ақындармен барынша балалармен кездесу ұйымдастырдыңыздар және де толыққанды бір ақпарат бере алдыңыздар. Әрине. Жалпы бізде енді айтып қалдыңыз ғой, орыс тілінде және қазақ тіліндегі жазушылармен кездестіріпсіздер. Енді осы тұста біздің оқушылардың қандай кітапқа, қай тілдегі кітапқа деген құштарлығы басымырақ? Енді әр жазушы, мысалы Ақылбек Шаяхметке тоқталатын болсақ, ол кісі поэзия жанрында күшті жазады балаларға. Кішкентай 3 жастағы балалардан бастап, әріптерге арналған жаңылтпаштар жазады ол кісі. Сосын сөз жұмбақтар деген сияқты сол іс-шара кезінде жұмбақтарды біз жасырдық. Енді бәрі де керемет деп айтқым келеді, жазушылар. Орыс тілінде де жақсы жазады, қазақ тілінде де жақсы жазады. Енді ешкімді бөлгім келмейді бұл жерде. Әрине бөлмейміз десе де, оқырмандар қай тілде көп оқиды? Қазақ тілінде. Қазақ тілінде көп оқиды. Әрине біз қазақ тілінде әдебиеттерді біз насихаттаймыз. Осы неге сіздерге де келіп тұрамыз, кітаптарымызды алып, орыс тілінде де насихаттаймыз, екі тілде де насихаттаймыз. Ең бастысы балалар оқыса болды бізге. Қай тілде оқып жатыр, әйтеуір кітап келіп түседі, міндетті түрде. Әрине мемлекеттік қазақ тілінде көбірек оқыса, өйткені қазір жастар бәріміз білеміз, көбінесе қазақ мектептері оқып жүрсе де, балаларды айтам да, мектепке барғанша орысша сөйлеп бараттыр деген сияқты ғой енді. Сондай бір не бар бізде. Жалпы енді кітаптарға тоқталып жатырмыз ғой, осы тұста сіздердің қоржындарыңызда қандай кітаптар, қандай жанрдағы кітаптар? Қазағы, жалпы қазақ әдебиетіндегі кітаптар ма, немесе осы жаңа кітаптар ма? Қазіргі таңда көптеген кітаптар шығып жатыр ғой? Қазіргі балалар бізде көбінесе фантастика жанрын жақсы көреді оқығанды. Осылай фантастика жанрында, немесе графика жанрында. Графика деген сол не қойғандандай бір кішкене ғана сөйлемде көбінесе суреттер деген сияқты. Балалар көзбен қарайды да кітапты. Сол фантастика жанрында кітаптар көп келіп түсіп жатыр. Бірақ классиканы да ұмытпаймыз әрине. Қазір көптеген баспалар кітаптарды қайта, классикалық кітаптарды қайта баспадан өткізіп, мұқабасын басқаша ғып, әдемі ғып, заманауи ғып шығарып жатыр да. Мысалы, бұрын шыққан, 60-шы жылы шыққан кітапты алып, сосын немесе сол кітапты, жаңа ғана шыққан кітапты қойсаны, жаңа ғана шыққан кітапты бала алып кетеді. Ол бұрыннан келе жатқан кітап қой, сонда ол әлгі мұқабасына сеніп қалады, алып кетеді. Көрдіңіз бе қалай? Енді қазіргі таңда да солай ғой, бізде енді мұқабасы әдемі кітаптарға көз бірден түседі. Сол сияқты кішкентай оқушыларда, яғни кішкентай осы оқырмандарда дәл солай.
Иә. Бірақ болады ғой, кітапты алуын алып кетеді, және де бір апта немесе бір ай көлемінде ол кітапты оқиды, және де сіздерге келіп қайтып тапсырады, иә? Сол кезде сіздердің жақтарыңыздан белгілі бір таңда сол бір кітапты талдау немесе мазмұнын сұрау деген сияқты бір бола ма? Әрине болады. Ол кезде былай балалардың келген оқырманға сұрақ қоюға болмайды. Бітіп, енді біз өзіміз кітапханашылар білеміз ғой, жаңадан келіп кітап біздің қолымыздан өтепті, біз оны оқып, кішкене мазмұн білеміз ол кітаптың. Сондықтан әлгі басты кейіпкер туралы кішкене сұрақ қоямыз, әлгі балаға келіп тұрған саған ұнады ма, әлгі істеген қылығы саған ұнады ма деген сияқты. Сол кезде ол бала оқыды ма, оқымады ма, сол кезде шығып қалады да. Сол кезде кішкенекште осы әңгімеге тартып баланы өзінің кітап туралы несін білетін боламыз. Яғни оқырмандардың барлығы дерлік кітаптарды оқиды. Иә, оқиды әрине. Ондайда бір жағдайлар болып тұрады, айтады, енді мынау кітапты мен ұнатпай қалдым деген сияқты. Кішкене осы бір-екі бетін оқыдым, немесе бір-екі бетін оқыдым да бір-екі жетіге қойып қойдым деген сияқты. Әлі уақыты келмеді дегендей. Содан кейін қайтып алып оқығам да бастан бастап. Енді кішкене басқаша әсер алдым деген сияқты. Сондай да бір болып қалады енді. Яғни өздерінің түрлі әсерлерімен бөлісіп жатады, иә? Иә, әсерлер. Жалпы кітапханада біз білмейтін түрлі сырлар бар, түрлі жаңашылдықтар бар. Енді оны қазір біз аздаған үзіліске кезек берсек, одан кейін жалғастыратын боламыз. Құрметті телекөрермен, назарларыңыз экранда болсын. Құрметті телекөрермен, Тобыл тынысы бағдарламасы өзінің тікелей эфирлік жұмысын Нәрмен Қаратая жалғастыруда. Енді сұхбатымызды жалғастырсақ, енді қазіргі таңда бесіктегі баладан үлкен кісілерге дейін кітаптан гөрі смартфон жақын деп атасақ болады. Яғни барлық мәліметті сол бір ұялы телефоннан алып жатыр деп атасақ, артық айтқанымыз емес, иә? Десе де, сіздердің кітапханаларыңызда осы бір смартфонға, яғни осы бір смартфонға, жалпы ұялы телефонға телміріп қарап қалған балаларға арналған қандай бір тың тәсілдер, қандай бір тың үйірмелері бар? Үйірмелер бізде кітапханада қазір айтып кетейін сіздерге. Бізде мысалы ағылшын үйірмесі бар, ағылшын тіліне үйретеді. Ол жерде қазір енді ондай репетитор деп айтамыз ғой, ата-аналардың қалтасына тиіп жатады, ондай қымбат деп айтқым келеді. Бізде оның бәрі тегін. Иә, осындай үйірме бар. Ең бастысы ол жерде ағылшын тілінің маманы, сол кісі бізде үйірме ашты. Қазір сол үйірмеге көптеген біздің оқушылар келеді. Оның бәрін біз Инстаграм парақшаға бүкіл жерге жарнамалаған бізді. Көптеген қаланың балалары жазылып, қазір белсенді енді оқып жатыр деп айтқым келеді. Яғни ағылшын тілін үйрететін жерде арнайы үйірме бар, иә? Арнайы үйірме бар, иә, тегін. Сондықтан кітапханаға келіп ата-аналар көріп отырсаңыздар, келіп жіберулеріңізге болады балаларды. Бұл жөнінде біз толық ақпаратты, яғни біздің көрермендеріміз толық ақпаратты сіздердің Инстаграм желілеріңізден біле алады, иә? Иә, Инстаграм желілерінен немесе 54 11 61 бұл біздің кітапхананың телефон нөмірі, хабарласып сұрауларыңызға болады. Біз бүкіл сұраққа жауап береміз. Қандай керемет, яғни қазіргі таңда көптеген ата-аналарға енді осы бір үйірмелерге бару бізде енді барлығы ақылы түрде жүзеге асады ғой. Енді сіздердің кітапханаларыңызда осындай бір пайдасы тиетін үйірме бар екен. Біздің енді көріп отырған көрермендеріміз болса, осы бір эфирден кейін сіздердің номерлеріңізге хабарласады деген ойдамыз. Және де айтып кеткім келеді, бізде библио ұзартылым деген жобасы бар. Бұл көп жылдан бері жұмыс жасап келе жатыр. Бұл жобада ата-аналарға өте жақсы көмектеседі. Өйткені мынау бастауыш сынып бала енді ғана бірінші сыныпқа барып жүрген кезінде болады ғой, әріп таниды да, оқу білмейді деген сияқты, иә. Сол кезде біз ата-аналарға өте көмекші деп ойлаймын осы жоба. Көптеген ата-аналар осы жобаға жүгінеді. Біз жерде біздің кітапханашы маманымыз, ол кісі баланы үйретеді да, анандай оқуға үйретеді, және де мәтінмен жұмыс істеуге, мазмұн айтады дейді ғой. Сондай бір нелермен көмектесеміз. Яғни кітапханада балаларға жан-жақты көмек жүргізіліп жатыр, иә? Онымен қоса оның бәрі тегін? Оның бәрі тегін, кітапханада бәрі тегін. Кітапхана құт мекен деп босқа айтпаған ғой онда, иә? Және де алдыда келесі жетіде бізде сөз құдіреті облыстық байқау өтейін деп жатыр.
Және де осы облыстық байқау бізде биыл 11-ші жыл өтейін деп жатқанына, ол жерде бізде 12-13 жастағы жасөспірімдер қазақстандық авторлардың прозалық жанрларының үзін оқитын болады, жатқа образға кіреді деймін ғой енді. Балалар костюм киіп, образға кіріп, сондай жыл сайын өтеді бізде. Және де жыл сайын өзінің тақырыбы болады. Биыл ол тақырып бізде мектеп деп аталады. Сондықтан да бізге бір тізімдерді жіберіп жатыр. Балалар қай кітапты таңдап, қандай шығармаларды, туындыларды таңдап жатыр деген сияқты. Көбісі осы Бердібек Соқпақбаевтың «Мен атым Қожаны» таңдапты. 3-4 бала орыс тілде, қазақ тілде таңдаған. Енді айтқым келетіні, сол бір шығарманы бірнеше бала өзінше сомдайды. Әркім өзінше көрсетеді. Бала болғасын әлгі образға кіреді, актерлік шеберлігін көрсетеді ән жерге. Енді сосын ол жерде әділ қазылар алқасы болады дегенде оның бәрі сыналады, орындар беріледі, сыйлықтар берілетін болады. Сол 21 қатысушы биыл болады. Яғни ол бір қатысушылардың барлығы бекітілді. Ол балалар жай қатысушылар емес, ол балалар ауданнан жеңіп келе жатқан балалар. Ол жерде де отбор болған ғой енді. Таңдалған ауданда көп баланың ішінен жеңіп келе жатқан балалар келеді бізге. Яғни енді облыстық деп айтып өттіңіз. Яғни Торғай, Арқалық, Амангелді барлық аудан ауылдан қатыса алады. Жыл сайын қатысады. Әулиекөл, Торғай, Амангелді, Жангелді аудандары. Алдыңғы жылы бізде Наурызым аудан жеңіп кетті. Наурызым аудан жеңіп кетті. Қандай керемет, Енді бізде алдағы уақытта қашан 26 сәуір күні. 26 сәуір күні сағат нешеде басталады? Сағат 10-да басталады. 10-да басталады. Жалпы қандай кезеңдерден тұрады? Қандай кезеңдерден тұрады дейсіз бе? Жоқ, ол жерде сахнаға шақырылатын болады өзі нөмір бойынша әлгі балаларды, қатысушыларды. Сосын әділ қазылар алқасы біз енді айтамыз да, кім шығып тұрғаны, қай өңірден келгені деген сияқты шығарманы атауын атаймыз. Содан кейін бала өз сомдайтын болады әлгі рольға кіріп енді. Содан кейін өзі бір кішкене үзіліс болады да, өзі номинация бойынша бөлек балаларды. Осы бір кезеңнен ғой тұратыны? Бір кезеңнен, яғни бір рөлді барлық бала орындап шығады? Жоқ, бір рөлді емес, мектепке қатысты. Мысалы, ол Бердібек Соқпақбаевтың жаңа мен айтып кеткенім, мысалы 2-3 бала соны таңдапты дегенім ғой. Әркім өзінше орындайды. Жоқ, ол жерде Айса Хамзеұлы, например, мысалы көптеген кім мектеп туралы жазған авторлар, сол кісілердің таңдалғанда шығармалары. Әртүрлі авторлар ол жерде. Әртүрлі авторлардың осы бір мектеп жайында жазылған шығармасын таңдаған балалар сіздерге жалпы кітапханада орындап береді? Орындап береді. Жаңа енді өзіңіз айтып қалдыңыз, Наурызым ауданы былтыр жеңді деп, өткен жылы. Қандай қойылымды қойды, қандай шығарманы таңдады? Шын айтайын, есімде жоқ, бір жыл уақыт өтті. Бірақ өте былай енді жеңетін бала алыстан көрініп тұрады ғой, өзі көптің ішінен. Бүйтіп көрермен болып қарап отырсақ та өзі кішкене белгілі болады өзі. Көп баланың ішінен осы бір 2-3 алды келе жатыр деген сияқты ғой енді аудандар. Оны өзі алып келген қасындағы мұғалімдер де, кітапханашылар апайлар да түсініп отырады деп ойлаймын енді. Сол баланы мен өзімде алдыңғы жылы ойладым, осы бала жеңетін шығар деп. Сол бала жеңіп кетті. Қандай керемет, енді осы жолға да қатысушыларға тек сәттілік тілейміз. Біздің егер көрермендеріміз барғыларыңыз келсе, 26 сәуір сағат 10:00-де Ыбырай Алтынсарин атындағы балалар және жасөспірімдер атындағы кітапхананың мамандары, қатысушылар сіздерді күтетін болады. Ең бастысы қолдау ғой. Қолдау. Түсінікті. Жалпы енді жоғарыда өзіңіз айтып қалдыңыз, сіздердің жалпы кітапханаларыңызда осы жаңа кітаптардың да топтамалары бар, әдеби кітаптардың да топтамалары бар. Енді осы саланың бір маманы ретінде, осы салада жүрген маманы ретінде жалпы ересек қауымға қандай бір кітап оқуды ұсынар едіңіз? Мысалы, маған дегенде, мысалы, бізге дегендей. Сізге дегендей ме? Енді оны әркім талғамы бөлек қой енді. Мен әдіскер бөлімінде жұмыс жасағасын, абонемент бөлімінде енді жұмыс жасаған кітапханашылар сізге толығырақ бір жауап айтады деп ойлаймын. Ол кісілер өйткені қазір жастар қандай кітап оқиды деген сияқты көбірек біледі ғой енді. Ал өзіңіз қандай кітапты оқығанын ұнатасыз? Мен
қандай кітапты оқығанды ұнатасыз дейсіз ба? Мен көбінесе бір тарихи кітаптарды оқығанды ұнатамын, немесе балаларға арналған кітаптарды ұнатамын. Өйткені балалармен жұмыс жасағасын, ертегілерді өте жақсы оқимын. Иә, мынау бір фантастика дейді ғой, ондай мысалы маған ұнамайды. Яғни сізге осы бір тарихи кітаптар ұнайды, және де енді әрине балалармен жұмыс істегеннен кейін балалар жөніндегі кітаптар өзіңіздің жаныңызға жақын. Иә, балалар. Енді бір алдағы жасөспірімдер деген сияқты. Алдағы уақыттағы бір жоспарлармен бөлісіп өтсеңіз. Алдағы уақытта дейсіз ба, біз енді жылдық жоспарымыз бар, осы жоспармен жұмыс жасаймыз. Жаңағы айтқандай, осы байқауларға дайындалып жатырмыз. Жаңа дүниежүзілік би күні дедік, соған да дайындалып жатырмыз. Және де біз енді мүмкіндігі шектеулі балалармен де жұмыс жасаймыз. Біз осы мүмкіндігі шектеулі балалармен өте тығыз жұмыс жасаймыз деп айтып кеткім келіп отыр осы жерде. Ол балалар бізге дүйсенбі сайын сурет салуға келіп отырады, және де айына бір рет келеді. Ол кісілерге біз іс-шара өткіземіз әртүрлі тақырыпта, және де осы бізге кітапханаға келе алмайтын, денсаулығы жағынан қиындықтар болғасын, біз ол кісілерге үй абонементі бар. Үй абонементі бұл 10 жылдан аса жұмыс жасайтын жоба. Бұл жерде біз әлгі балаларға үйіне өзіміз апарып тастаймыз әлгі кітаптарды. Қызықты кітаптарға шолу жасаймыз, үйіне барып баланың. Біз әлгі формуляр бар ғой, ең басты құжат. Сіз кітапханаға келген кезінде сіздің аты жөніңіз деген сияқты соны жазылатын. Соның соңғы бетінде баланың қызықтарын жазамыз. Енді хобби дейміз, неме айналысады, қандай қызығушылықтар бар деген сияқты. Сөз жерде қандай жанрда жақсы көреді деген сияқты, қандай кітаптар бізге келіп түсіп жатыр әлгі баланы ұнататын. Соның бәрін біз телефонмен алдын ала хабарласып әлгі баламен, ата-анасымен деген сияқты. Сосын сол кітаптарды жинап, балаға апарамыз, айтамыз, осы кітап мынау туралы деп асықпай таңдап ал деген сияқты. Айына бір рет біз сондай кітаптарды апарып алмастырып отырамыз. Журналдар апарамыз. Өйткені бала деген оқу керек деп шектемеу керек ешкімді. Яғни жүйелі жұмыстар жүргізіліп жатыр, Онымен қоса енді алдағы уақытта сіздерде көптеген іс-шаралар өтеді екен. Енді бұйырса, сол бір іс-шараларды өткізіп алғаннан кейін қалай өтті, қалай қарсы алдыңыздар, сол жөнінде біздің студия төрімізге келіп, тағы да бір айтып берерсіздер, Жақсы. Енді бізде дәстүрге айналған деп айтып жатамыз ғой. Бізге келген, яғни студия төрімізге жайғасқан қонақтарымыз өздерінің жақындарына, немесе әріптестеріне бір тілектерін жеткізіп жатады. Мархабат. Рахмет. Әрқашанда еліміз тыныш, жұртымыз аман болсын деп айтқым келеді. Және де осы көрермендерді, жасөспірімдер, балаларды кітапханаға шақырғым келіп отыр. Кітапхана әрқашанда есігі ашық сіздерге. Келіңіздер, кітап алыңыздар, кітап оқыңыздар. Енді біз де сіздерге тек сәттілік тілейміз. Бүгін бізге келіп осы Құтмекен кітапхана жөнінде біраз мәліметтермен бөліскеніңізге рахмет айтамыз. Рахмет. Енді құрметті телекөрермен, бізде әлі екінші лектің қонақтары бар. Сондықтан біз сіздерден алыстамаймыз, сіздер бізден алыстамаңыздар. Бізде аз ғана үзіліс.